Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бүйрекке қатысты ақпаратпен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен каналыма тіркеліп алыңыздар. Бүйрек бет бейнеңіздің айнасы. Оның саулығын сақтау бірінші кезекте тұру керек. Бүйрек адам өміріндегі ең маңызды мүше. Оның саулығын сіздің сыртқы келбетіңіз айшықтайды. Бүйректің ауруын басталғаннан ақ байқай алмайсыз. Ол уақыт оздырып асқына түседі. Бүйрек ақуыздың алмасуын реттейді, гормонды синтездейді, қан қысымын қалыпты ұстайды, кальций элементі мен Д дәруменнің ағзаға сіңуін қамтамасыз етеді. Бүйрек ауруына нашар экология, лас ауа мен ауыз су, тағаммен бірге түсетін улы заттар, дәріні шамадан артық қабылдау, жағымсыз әдеттер, дұрыс тамақтанбау, жиі инфекция жұқтыру себеп болады. Өздеріңізге мәлім, бүйрек бірден ауырмайды. Ол бірте-бірте сыр бере бастайды. Бүйрек ауруын мына белгілер арқылы байқауға болады. Кіші дәретке шыққанда несептің көбіктенгенін байқасаңыз, мұқият зер салыңыз. Бұл жағдай әр дәретке барған сайын қайталанса, дереу дәрігердің кеңесін алыңыз. Зәрдің көбіктенуі құрамындағы ақуыздың көбейгенін білдіреді. Оны анықтау үшін несепке талдау жасалынады. Негізінде ақуыз бүйректің дұрыс жұмыс істемей жатқанын білдіреді. Қабыну кезінде қан фильтрден дұрыс өтпейді. Салдарынан зақым аласыз. Немесе бүйрек артерияларының қан айналым жүйесінде өзгерістер болады. Несептің көлемі мен түсі де бүйрек жайлы маңызды ақпарат бере алады. Жалпы дені сау адамның зәрі ашық сары болу керек. Ал егер бүйректе қандай да бір кінәрат болса, онда несептің түсі қызғылт немесе ашық қызыл түсті көрсетсе, әрі жағымсыз иіс сезілсе, онда бұл дабыл қағатын белгі болып табылады. Бүйректің қабынуын зәрдің лайлануынан және арасындағы қабыршықтардан білуге болады. Зер салып байқасаңыз, несепте ақ-сары түйіршіктер көрінеді. Бұл тас байланудың алғашқы белгілері. Ал егер ешқандай түйіршіктер болмай тек лайланса, онда ағзада тұздың көбейгенін білдіреді. Бұл кезде суды көбірек ішіп, ағзаны артық тұздан тазалау керек. Сондай-ақ дәрігердің кеңесі де артық етпейді. Бірден қабырғаның асты ауырса, омыртқаның сол және оң жағынан қандай да бір толқынды сезсеңіз, құрсақ қуысы шаншыса, онда бүйректің сыр бергені деп қарау керек. Бұл белгілер кезінде жүрек айнып, лоқсу пайда болады. Кей жағдайда құсқыңыз келеді. Бүйрек қабынған кезде ісініп, көлемі еселенеді. Бүйректің негізгі жұмысы ағзадағы артық затты шығару екенін айттық. Егер бүйрек сыр берсе, тағамның қалдығы, улы заттар сыртқа шықпай, қанға қосылады. Ол жүйке жүйесі мен миға кері әсер етеді. Салдарынан есте сақтау қабілеті төмендеп, бас ауруға шалдығады. Бүйрек ауруына анемия қосылса, науқастың басы айналып, өзін жайсыз сезінеді. Бірден әжетханаға барғыңыз келіп, бірақ 1-2 тамшы ғана кіші дәретке отыратын болсаңыз, онда сізге шын мәнінде алаңдауға тура келеді. Бұл бір емес, бірнеше дерттің белгісі екенін білгеніңіз жөн. Егер несеп жолына инфекция түссе, ол циstiттен хабар береді. Сонымен қатар, бүйрек ауруының, тас байланудың, қант диабетінің басты белгілері болып табылады. Бүйрек өз кезегінде сұйықтықты, минералды заттарды, дәрумендер мен ақуызды реттеп, улы затты сыртқа шығарып отыруға қабілетті. Егер ағза ауырса, онда қызметін ойдағыдай атқара алмайды. Салдарынан несеппен бірге ақуыз, су мен минералды заттар жоғалып, терінің құрғауы мен қабыршықтануына әкеледі. Ағзадағы натрий мен судың шығуы қан қысымының өзгеруіне себеп болады. Сондықтан да бүйрек ауырған кезде қан қысымы бірден көтеріліп, дәрінің көмегінсіз қалпына келмейді. Бүйректі ауырған кезде емес, ауырмай тұрып емдеген абзал. Үйде өзіңізше ем жасап, бүйректің жұмысын жеңілдетуге болады. Бүйректі үй жағдайында сұлы дәнімен тазарту үшін 1 шай қасық тазартылмаған сұлы дәніне 1 стақан қайнаған су құю керек. Дайын болған тұнбаны термосқа құйып 12 сағат тұндырады. Таңертең дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 1 шай қасық бал немесе қант қосып, таңғы ас ретінде ішеді. Бұл бүйректі тазалауға көмектесетін ең қарапайым әдіс.
Анар жемісі. Анар шырыны да бүйрекке ем. Күнде 200-250 мг анар шырынын таңертең және кешке тамақтан кейін ішетін болсаңыз, бүйрек дерттері сізден алыс жүретін болады. Қырмызгүл, календула, жалбыз, мята, жаужапырақ, мелисса жиынтығының көмегімен бүйректі тұз бен құмнан тазалағыңыз келсе, аталған емдік шөптерді бірдей мөлшерде алу керек. Содан кейін шөптерді ұнтақтап араластырыңыз. Араласпадан 4 ас қасық алып, жарты литр қайнаған суға салып, отқа қойыңыз. Қайнауға дейін жеткізіп, кейін термосқа құйып, түнімен тұндырасыз. Күніне 1 рет 100 граммнан 3 ай бойы кез келген уақытта астан жарты сағат бұрын ішу керек. Достар, бүгінгі менің ақпаратым ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын қарайық.